Биылғы жыл қазақстандықтар үшін тарихи жыл болғалы тұр. Өйткені ата заңымыздың жобасы қайта жасалып, халық құзырына ұсынып отыр. Бұл жазылған заң жобасы, ата заңымыздың жобасы, әрбір қазақстандықтың келешегіне, болашағына берілген сенім қат деп бағалар едім өз басым. Сонау Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәукенің жеті жарғысының заңды жалғасындай өмірге келген осы жаңа заңның ең бастысы оның өзгерістерімен қоса құрылтай деп аталуы. Құрылтай, бір парламенттік системаның құрылтай деп аталуы қазақтың сол ғасырлардан бұрын қазақ хандығының заманынан ел басқаруда алғашқы несі болған, басқару құжаты болған. Сондықтан бұл деген бір үлкен тарих, Қазақстан тарихының жаңа беті, Қазақстанның келешекке бастаған жаңа нық қадамы деп білемін.